Біліктілік емтиханының кезеңдері. Қазақстан Республикасында судья лауазымына үміткерлерге арналған біліктілік емтихан 5 кезеңнен тұрады. Заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеу, эссе жазу, кейстік тапсырмаларды шешу, психологиялық тестілеу, біліктілік комиссиясының мүшелерімен әңгімелесу. Бірінші кезең – заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеу. Компьютерлік тестілеу құқықтың 9 саласын қамтиды, 100 сұрақтан тұрады. Компьютерлік тестілеуге 90 минут беріледі. Тестілеуден сәтті өту үшін үміткерлерге кемінде 75 балл жинау қажет. Тестілеу нәтижесі тапсырылған күннен бастап 1 жыл бойы жарамды. Екінші кезең – эссе жазу. Эссе берілген тақырып бойынша жазылады, оған 2 сағатқа дейін уақыт беріледі. Қорытындысы бойынша үміткерлерге 0-ден 5 баллға дейін баға беріледі. Үшінші кезең – кейстік тапсырмаларды шешу. Үміткерлерге шешу үшін 3 кейстік тапсырма ұсынылады. Кейс тапсырмаларын шешу кезінде үміткерлердің жауаптары қойылған сұрақ бойынша тиянақты, өздерінің ұсынымдарының егжей-тегжейлі және анық баяндалуы керек. Төртінші кезең – психологиялық тестілеу. Психологиялық тестілеудің мақсаты үміткерлердің судья ретінде жұмыс істеу үшін қажетті жеке психологиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ мұндай жұмысқа кедергі келтіретін факторларын анықтау болып табылады. Бесінші кезең – біліктілік комиссиясының мүшелерімен әңгімелесу. Бұл кезеңнің мақсаты үміткерлердің судья қызметін сапалы жүзеге асыруға қажетті кәсіби және коммуникативтік дағдыларының деңгейін бағалау, эссе жазу, кейстік тапсырмаларды шешу және біліктілік комиссиясының мүшелерімен әңгімелесу нәтижелері бойынша жалпы саны кемінде 14 балл жинаған үміткерлер біліктілік емтиханның сәтті өтті деп есептелінеді. Нәтижесі 4 жыл бойы жарамды.